Электр самокаттарды жалға беретін JET компаниясы 2024 жылы 6 миллиард 584 миллион теңге ақша тапқан. Егер де сол жақта кірістер бөліп қарайтын болсақ, ең үлкен кірістердің бірі бізде кикшеринг, яғни электр самокаттар жалға беру. Одан олар 2 миллиард 633 миллион теңге ақша тапқан. Келесі лицензиялық төлемдер JET компаниясы басқа қалаларға өздерінің серіктестері арқылы шығады және одан олар төлем алады. Одан олар 1 миллиард 543 миллион теңге ақша тапқан. Келесі бізде электр самокаттарды алып сату, ол 1 миллиард 146 миллион теңгені құрайды. Предоставление ПО, яғни оның серіктестері мобильді қосымшаларын қолданғаннан кейін одан ақша алады, ол 604 миллион теңгені құрайды. Келесі ол сақтандыру төлемдері 167 миллион теңге және басқа кірістері 226 миллион теңгені құрайды. Және JET компаниясы Астана Хаб халықаралық технопаркта тіркелгеннен кейін олар салықтан босатылған, яғни олар КПН төлемейді. Ол тікелей кіріс болмағанымен ол үнемдеу болып саналады және ол 107 миллион теңгені құрайды. Ары қарай шығындарды қарайтын болсақ, ең үлкен шығындардың бірі бізде электр самокаттардың өзіндік құны, ол 949 миллион теңгені құрайды. Және де электр самокаттар тез тозғаннан кейін олардың амортизациясы өте үлкен, ол 917 миллион теңгені құрайды. Және техподдержка 692 миллион теңге ақша кеткен, және де жұмыскерлердің жалақысы 689 миллион теңгені құрайды. Және зарядка, электр самокаттарды тасымалдау, оған 562 миллион теңге ақша бөлінген. Және де бүкіл шығындардан кейін олардың таза пайдасы 594 миллион теңгені құрайды. Мен есімім Арсен, финанс аналитикпін. Осындай компанияларда 10 жылдық тәжірибем бар. Егер де өзіңізге немесе компанияңызға қаржылық талдау жасағыңыз келсе, консультация жасасаңыз болады.